Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Көктемге қарай біз әлсізденіп, көп сырқаттанып жатамыз. Өйткені организм қыстан шаршайды және табиғи себептерге байланысты дәрумендердің жетіспеушілігі байқалады. Себебі көкөністер мен жемістер дәрумендердің негізгі көзі. Қыста қол жетімсіз және олардағы дәрумендердің ұзақ сақталу кезінде күшінің азаюы, бұзылуы мүмкін. Сондықтан салауатты әдеттермен қаруланып, көктемді қарсы алу өте маңызды. Ғалымдардың пікірінше, жақсы әдеттермен тәрбиелену үшін 2 апта жеткілікті екен. Көктемде қандай әдеттерді ұстану керек? Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Уақытында ұйықтау әдеті ең маңыздылардың бірі. Сау ұйқы дененің әлеуетін қалпына келтіруді қамтамасыз етеді. Жақсы демалу үшін 7 сағат үздіксіз сапалы түнгі және шамамен 40 минуттық күндізгі ұйқы жеткілікті. Егер сіз күндіз ұйықтай алмайтын болсаңыз, онда кешкі ұйқыны 8 сағат ұйықтауыңыз керек. Көктемде тамақтану принциптері аздап өзгереді. Суық мезгілде денені жылыту үшін көп энергия қажет. Сонымен біздің үстеліміздегі тамақ, ақуыздар мен көмірсуларға көбірек ие болуы керек. Наурызда сізге тірі дәрумендер, жаңа шөптер қажет. Алғашқы жергілікті маусымдық жемістер мен көкөністердің пайда болуымен жерорта теңізінің тағамдарымен тәжірибе жасауға болады. Күнделікті рационға жаңа сығылған шырындар қосыңыз. Көкөніс сорпалары да жақсы болады. Сіз әрине дәрумендермен де арнайы витаминдік кешендердің жетіспеушілігін толтыра аласыз, бірақ олардың бәрінде химиялық компонент бар. Және де дәрумендердің дәрігермен кеңескеннен кейін ғана сатып алыңыз. Көктем дұрыс тамақтанудың ең қауіпсіз, ең жақсы уақыты болып саналады. Егер қыста сіз белсенді емес өмір салтын жүргізсеңіз, онда физикалық белсенділіктің болмауы сіздің денсаулығыңыздың нашарлатады. Қозғалмай отырып жұмыс істеу салты созылмалы ауруларды, оның ішінде жүрек, қан тамырлары ауруларының, оның ішінде миокард инфарктісінің дамуының мүмкіндігін арттырады. Бұған жол бермеу үшін шұғыл түрде өмірді спортқа бейімдеу керек. Сізге жаттығу залына баруға, бассейн таңдауға, йога немесе би билеуге болады. Саябақта итпен бірге қарапайым серуендер де көңілді әрі пайдалы жүгіріске айналуы мүмкін. Егер денеңізді тезірек сілкіп, фигураңызды ретке келтіргіңіз келсе, фитнес турға барыңыз. Мұнда бәрі күрделі болады. 2 аптада кейін нұсқаушының басшылығымен әдеті қалыптасады және дұрыс тамақтану, жаттығулар және тіпті ұйқы жүйесі болады. Тіпті көктемде суық жел мен қардың әсерінен әлсіреген терінің денсаулығына баға болмайды. Бұл мәселедегі негізгі көмекшілер тазару, ылғалдану және тамақтану, сондай-ақ аз ашулану әрине. Біздің барлық тәжірибеміз бірден сыртқы келбетімізге әсер етеді. Өзіңізбен үйлесімділікке жету үшін медитацияны әдетке айналдырыңыз. Табиғатта көктемде бұл процесс сізге әлде қайда жеңілірек болады. Демек, ол көп пайда әкеледі деген сөз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.